Баршаңызға қайырлы күн. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге йогурт қосылған пирогтың рецебін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге бөлме температурасында тұрған 3 жұмыртқа қажет болады және де 300 грамм қант қажет болады. Осы екі массаны жақсылап тұрып миксермен араластырып аласыздар, аппақ болып ағарғанша. Және де қантымыз толықтай осы кезде еру керек, ерімесе біздің пирогымыз шикі болып қалады. Сондықтан толықтай ерітіп алыңыздар. Мінекей біздің массамыз дәл осындай аппақ болып ағаруы керек. Және де оның үстіне сұйық май құямыз. Және йогурт құятын боламыз. 250 грамм йогурт, 150 грамм сұйық май құясыздар. Енді осы массаның барлығын лопатканың көмегімен жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Електен өткізілген ұнымызға 10 грамм разликитель, яғни қамыр қопсытқыш салып араластырып дайындап қойғанмын. Соны сұйық массамызға қосатын боламыз. Ең алдымен осылай лопаткамен араластырып алсаңыздар болады, немесе бірден миксермен араластырып жүрсеңіздер де болады. Міндетті түрде миксермен араластырыңыздар, сонда арасында ешқандай іртік қалмайды және де барлығы бір қалыпқа, бір массаға түсетін болады. Міне біздің пирогымыз да дайын болды. Қараңыздар, осылай бір қалыпқа еніп, сұйық болу керек біздің массамыз. Мен қолданып жатқан форманың диаметрі 18 диаметр және пергамент қағазын төсеп, шетіне міндетті түрде сары май жағамыз. Сұйық май емес, кәдімгі сары майымызды чұға етіп жағып шығамыз. Сұйықтығымызды құйып, міндетті түрде пешке салғаннан кейін барып, пешті қосамыз. 170-180 градуста 40-45 минутта пісіріп аламыз. Толықтай суытып барып формадан босатамыз. Және де дәл осылай ұсына берсеңіздер болады, немесе дәл менікі сияқты әсемдесеңіздер болады. 100 грамм сгущенкамызды бетіне әдемілеп тегістеп жағамызда, дәл менікі сияқты арахис немесе басқа да дәм пайдалансаңыздар болады. Енді ол өзіңіздің қалауыңыз. Пирогтың жұмсақтығын қараңыздар және дәмді болып шығады. Пирог құрғақ болып шықпайды. Сол себепті дайындап көруге сіздерге 100% кепілдік беремін. Пирогтың қаншалықты биік болып піскенін дәл қазір сіздерге көрсетемін. Мен пеште бір 10 минуттай кеш ұстадым. Сол себепті пирогтың түбі сәл күйіңкіреп кетті, бірақ ол еш нәрсе қылмайды. Сіздер өз уақытында алсаңыздар, пирог әдемі болып пісіп шығады. Қараңыздар, пирог мүлде құрғақ болмайды, өте сондай дәмді болып шығады. Сіздерге 100% ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріп, менімен бөлісуді ұмытпаңыздар. Достар, видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Каналдың дамуына үлес қосыңыздар. Сіздермен болған Назерке. Алдағы уақытта менен қандай рецептер күтесіздер, пікірге қалдыра кетіңіздер. Мен міндетті түрде сіздер айтқан рецепті шығарамын және сіздермен бөлісетін боламын. Сіздермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Ораза айы қабыл болсын. Ораза айында осындай тәп-тәтті пирогпен отбасыларыңызды қуантыңыздар. Сіздерге ұнайды, 100% кепілдік беремін.